Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен осылай құлпынайдан жасалатын дәмді үгітіліп тұратын пирогтың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға еріп тұрған бөлме температурасында сары майымызды, жұмыртқамызды және қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сары майымызға қантымыз жақсылап еріп, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Сары майды қатты ертіп жібермеңіздер, тек бөлме температурасына алдын ала шар қойсаңыздар болғаны. Массамыз дайын. Енді бұның үстіне алдын ала електен міндетті түрде өткізілген ұн және қамыр қопсытқышымызды салып, темір қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде үгітілетін, яғни песочный қамыр болғандықтан қолмен жұмыс істегеннен гөрі осылай қасықтың көмегімен араластырғандарыңыз дұрыс. Қолыңызға жабысып қатты қиындық туғызбайды және де қасықпен өте оңай болады. Сондықтан да осы тәсілмен жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерде де дәмді болып шығады деген үміттемін. Өте оңай, қол жетімді заттардан жасалады. Шамамен жарты сағаттай уақыттарыңыз кетеді, бірақ өте дәмді болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Бұдан артық ұн қосып жібермеңіздер. Қолға кішкене жабысып тұрады. Ол қалыпты, бірақ қолмен қатты көп ұзақ ұстаудың қажеті жоқ. Сіздер қамырларыңызды ерітіп, қолға жабысатын болып қалады. Енді бұл қамырымызды кішкене бөлігін алып қалып, пергамент қағаздың көмегімен бетіне де жабу арқылы осылай оқтаудың көмегімен жақсылап бір келкі етіп жайып алыңыздар. Оқтаудың құр өзін пайдаланбаңыздар. Сіздердің қамырдың құрамында май көп болғандықтан тез еріп, оқтауға жабысып, қиындық туғызуы мүмкін. Және осы тәсіл қолдансаңыздар, өте оңай әрі жылдам. Осылай бір келкі етіп жайып алдым. Бұны табамызға саламыз. Бір келкі етіп қисық жерлерін қолыңызбен туралап, барлық жерін бір келкі етуге тырысыңыздар. Мен бұның бетіне мұздатқышта қатырылған кішкене қант қосып, араластырылған бүтіндей құлпынайларды пайдаландым. Сіздер құлпынай тосабын немесе құлпынайдың өзіне қант араластырып пайдалансаңыздар болады. Мүлдем құлпынай болмаған жағдайда басқа да повидламен немесе малинаның тосабымен жасасаңыздар болады. Таңқурай, сондай жидектермен жасаған өте жақсы әрі әдемі дәмді болып шығады. Бұл уақытта біз пешімізді қызуға қойып қоямыз. 180 градуста пісіретін боламыз. Алдын ала қызып тұрсын, сонда пирогымыз жақсы көтеріліп, әдемі болып піседі. Өте тез дайын болады және кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасаңыздар. Жақсы, көтеріңкі көңіл күймен бар ынтаңызды салып жасасаңыздар, міндетті түрде сіздерде де осылай әдемі, дәмді болып шығады. Енді қалған қамырымызды, бұны да пергаменттің көмегімен дәл солай оқтаумен шұқа етіп, бір келкетіп жайып аламыз. Және де осы қалған қамырмен пирогымыздың бетін өз қалауыңызбен әрлесеңіздер болады. Осылай қатты жұқа қылмай жайып алып, ирелек пышақтың көмегімен осылай ұзын-ұзын қылып кесіп, бетіне бір келкі етіп қойып шықтым. Тура видеодағыдай етіп жасасаңыздар болады, немесе гүлдеп, жапырақтап, солай әрлесеңіздер болады. Барлығы өз қалауларыңызбен. Бетіне қалған қамырымыздың бәрін осылай қойып шыққаннан кейін қызып тұрған пешімізге саламыз. Шамамен 25-30 минутта пісіп шығады. Мен пайдаланып жатқан табаның диаметрі 26 см. Мінекей дайын болды. Бетіне қалауларыңызбен қант ұндағын сепсеңіздер болады.
үгітіліп тұратын қамырдың ішінде жұмсақ кішкене қышқыл дәм беретін құлпынай, оның иісі деген енді керемет. Сіздер де жасаңыздар, сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Жақындарыңызды қуантыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.